Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Самурай ТВ. Мен сендерге бір кивидің сондай бір құпиясы бар. Сол құпияны сендерге көрсететін боламын. Тек қана оны маған тіркелген адамдар көре алады, или маған тіркелмеген адамдар көре алады. Оны, мысалы сіздерге 100 теңге салсаңыздар, 200 теңге қылып қайтарып береді. Оны 1000 теңге салсаңдар, 2000 теңге қылып бір есе қылып қайтарып береді. Ол үшін бізге, мына жақта қазір көрсетіп жіберейін. Ой, кешендер. Мына жақта міне киви деп тұрады, киви кошелек деп, на киви кошелек деп. Соны басасыңдар. Осын басқандай, қазір загрузка болсын. Сосын, осын жазғаннан кейін бізге оператордың несі керек болады, оның атын етеді. Оператордың несі аты. Оператордың номері керек болады. Ол оператордың номері осындай болады, 700 татаңдар. Қазір. Ё-моё, қазір татаңдар. 702 749 88 76. Ойбай, доктор. Қоймыз. 88, сосын 88 бе? Қазір күтті тұрыңдар, мен қарай жіберейін номерін. 88 емес, 88-28 екен. 702 749 88-28 дейсіңдер. Содан кейін неғаға комментариян қосасыңдар. Сосын открытка. Ал неғақа комментария бейт жазасыңдар. Киви дейсіңдер да. Сосын қазақша кошелек қазір достар. Міне, осылай жазасыңдар, киви кошелек деп. Киви кошелек деп жазсаңдар, мысалы сендер менде қазір 0,39 теңге. Сіздердің яқты 100 теңге болса, осы номерге бейт, яқта бейт қызы тағылып аласыңдар. Сумаға мысалы 100 деп жазасыңдар. Оплатить еткеннен кейін, оплатить етесіңдер, Сосын оплатить еткеннен кейін, сіздерге қайттан осы кивидің несі, оператор дедім бір жана. Операторы қайттан сізге 100 емес, тағы да бір есе қосып 200 рубль қылып қайтарып беретін болады. Мысалы 100 рубль салдым. Мысалы сіздер 500 рубль салдық дейік. Салсаңыздар, тағы да 500 рубль қылып сіздерге 1000 рубль салады, Мен қазір, менде ақша жоқ, сондықтан 100 рубль деп ақша жоқ. Мысалы 100 рубль салсаңыздар, 200 рубль қылып, 100 рубль салсаңыздар, қайттан 100 рубль үстіне қосып қайтарып береді, ол 200 рубль болады. Сосын оплатить басасыңдар. Просто менде қазір ақша жоқ. Сондықтан осылай, түсіндіңіздер деп ойлаймын енді. 100 рубль саласыңдар, 200 рубль қылып қайтарып береді, Міне номерді скриншот етіп алыңдар. Міне күтіп тұрым. Номер, міне тұр. Осы номер 872 749 88-28, осы оператордың номері, отвечаю айтам. Осы номер. Астына комментариян қосасыздар да, киви кошелек деп осылай жазасыңдар. Міне. Тұр, ұмытып кетпеңдер, сосын неақта басасыңдар. Содан кейін неаққа қызытыны, қызытыға аударасыңдар, рубль деп тұрады. Сосын неаққа бұлайынан 100 рубль жазасыңдар. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Міне мына оператордың номері, өтірік емес, бәрі шынайы. Енше асығамыз, тездетіп қараймыз, бақылаймыз,
бақылаймыз дегенде осылай короче тездетіп істеп алыңыздар. 10 рубль салсаңдар 2000 рубль әкеліп береді қайтарып. Ендеше достар, видео аяқталды. Сау болыңыздар.